Келесі үшінші тапсырманы орындайық. Тапсырма: күн бетінің бірлік ауданының сәулелену қуатын анықтаңдар. Күн бетіндегі температураны 6000 кельвин деп алыңдар. Дескриптор сәулелену қуатының формуласын есептейді. Осы дескрипторды басшылыққа алып, есепті шығарамыз. Сәулелену қуатының формуласы бұл сәулелену қуаты Стефан Больцман тұрақтысы және температураның 4 дәрежесіне көбейткенге тең. Бізде сәулелену қуатының есептеген кезде Стефан Больцман тұрақтысы 5,167 көбейтілген 10-8 дәрежесі, температура 6000 кельвинді мен 6 көбейту 10-3 дәрежесі деп алам. Осыны 4 дәрежелеймін. Тең 5,167 көбейту 10-8 дәрежесі көбейту 6-ның 4 дәрежесі 1296-ға тең. 96-ға тең. Көбейтемін. 10-ның 3 дәрежесін 4 дәрежелейтін болсам, 10-ның 12 дәрежесіне тең. Тең 5,167 мен 1296 көбейтіліп, маған 7348 мәнін береді. Көбейтемін. 10-ның мен 8 дәрежесімен 12 дәреже 4 дәрежені береді. Енді маған осы жерде еселік етіп жазатын болсам, 73,5 көбейту 10-ның 6 дәрежесі деп алсам дұрыс болады. Сонда менде есептің жауабы 73,5 10-ның 6 дәрежесі менде меганы береді. Мегаватт метр квадратқа тең. Яғни күн бетінің бірлік ауданының сәулелену қуатын анықтадық. Келесі үйге тапсырма. Үйге сапалық есептер бойынша 3 тапсырма бердім. Осы 3 тапсырманы дескрипторды басшылыққа алып, жауабын жазамыз. Сандық есептерден оқулықтағы 194 беттегі 32 жаттығу. Дескрипторы берілген температураны кельвин шкаласымен өрнектеп, сәулелену қуатының формуласымен есептеуіміз керек. Бұл жерде 32 жаттығудың бірінші жаттығуында 2000 кельвин арқылы сәулелену қуатын бөлек есептесін, 727 градус Цельсий бойынша бөлек есептеп, екеуін салыстырамыз. Сәулелену қуаты неше есе артық. Екінші есепте шамның сәулеленуі 16 есе арту үшін оның вольфрам шиыршығының температурасы неше есе арттыру керек деген. Жаңағы мен көрсеткен есепке бұл жерде есеп сияқты керісінше берілген. Осыны көрсетіп жіберейін. Яғни бұл жерде жаңа мен көрсеткен есепте температура артса деген еді. Бұл жерде сәулелену қуаты 16 есе арту үшін 16 есе арту үшін температураны неше есе арттыруымыз керек деген есеп. Үшінші есепте күн бетінің температурасын 3000 кельвин деп алған кезде сәулелену қуаты қандай болатын еді? Біз алдыңғы есепте 6000 кельвин бойынша есептедік. Енді сендер 3000 кельвин бойынша сәулелену қуатын анықтайсың. Енді содан кейін мұндай жағдай біздің планетамыздың климатына қандай әсер етеді деген сұраққа жауап жазасыңдар. Келесі. Кері байланыс. Осы тақырыпта нені меңгердіңдер? Кері байланыста сендер қандай жаңа ұғымды оқып білдіңдер? Осы тақырып бойынша қандай жаңа ұғыммен таныстық? Соны жазып шығасыңдар. Стефан Больцман заңы нені білдіреді? Стефан Больцман заңын жатқа білуіміз керек. Ол заң нені білдіреді? Жылулық сәулеленуді зерттеу тәжірибелері мен Максвеллдің электромагнит толқындар теориясының қайшылығының мәні неде деп ойлайсыңдар? Осы ойларыңды
келтіріп жазасыңдар. Яғни ультракүлгін апат дегенге физикалық ұғымның мәнін ашып жазасыңдар. Осы тақырыпты өткенде не түсініксіз болды? Бұл жерде сендер, мен сабақтың басында бағалау критерийлерін атап шықтым, сол бағалау критерийлеріне жеке не түсініксіз болды? Мысалға, бірінші бағалау критерий бойынша мен мынаны түсіндім, немесе түсінбедім. Екінші бағалау критерий бойынша деп жеке бағалау критерийлерін жіктеп жазасыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.